Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет, өте дәмді, сіңімді, әрі тойымды салаттың түрі фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған контентімді көретін боласыздар. Осылайша сіздер қазақ тілді арналарға өз көмектерін көрсетеді деген сенімдемін. Бұл салатты жасау үшін мінекей мұнда құрамын жазып қойдым. Егерде ұмытып қалсаңыздар, осы жерден қарап, осы керемет салатты жасасаңыздар болады. Мінекей қажетті заттардың бәрін турап дайындап қойғанбыз. Мінекей тауықтың етін жұқа, ұзынша етіп турадық. Қалған қоспаларының барлығын осылай майдалап, ұсақтап турап шықтық. Мұнда сәбіз, болгарский, пияз, аскөк, және де қияр, сонымен қатар чеснок и дәмдеуіштеріміз бар. Крахмалды лапшамызды осылай үлкен бір шұңғыл ыдысқа саламыз да, үстінен қайнаған суымызды құямыз. Одан кейін қақпағын жауып, осы қайнаған суда лапшамызды 5-7 минуттай ұстаймыз. Осы екі аралықта лапшаға қажетті заттарымызды дайындай бастаймыз. Қызып тұрған табаға майымызды құямыз, одан кейін тауықтың етін салып, жақсылап қуырып аламыз. Алғашқыда отын кішкене жоғары қыламыз. Кішкене қуырылғаннан кейін отын пәсейтіп, жай отта 5 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін қуырылып жатқан кезде кориандр және де тұз қосып, дәмдеуіштерін қосып аламыз. Содан кейін тағы да осылай қозғаймыз. Бұл дәмдеуіштер біздің жасап жатқан, қуырып жатқан тауықтың етіне кереметтей дәм береді, түсін өзгертеді, дәмін өзгертеді. Сол үшін де қолдағы бар дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Осылайша жай отта қуырып тұрамыз. Одан кейін бетіне сәбізімізді салып, тағы да біраз 1-2 минут қуырамыз. Сәбізімізді осылай ұзынша етіп, теркадан өткізіп аламыз. Сәбізді көп қуыруға болмайды, кішкене азғана қуырамыз. Пісіп кетпеу керек сәбіз. Мінекей кішкене сәбізімізді қуырып алдық. Одан кейін чесногымызды салдық. Болгар бұрышын қостым. Барлығын тағы да бір шамамен 1 минуттай ғана қуырамыз, көп қуырмаймыз. Өйткені біздің көкөністеріміз кішкене тірі болып тұрғаны дұрыс, қатты пісіп кетуге болмайды. Онда салатымыз жақсы шықпай қалады. Мінекей 5-7 минут ұстағаннан кейін лапшамызды суық суға осылай жақсылап шайқап аламыз, суық суға. Одан кейін белгілі бір өзіміздің дайындап қойған ыдысымызға лапшамызды саламыз. Мінекей лапшамыз салып, кішкене араларын ажыратып, енді білесіздер, лапша ұзын-ұзын болады. Жеген кезде адамға кедергі жасайды. Ұзын-ұзын лапшаны алып жеу қиын. Сондықтан да кішкене пышақпенен осылайша кішкене бөлшектерге бөліп қоямыз. Енді оған құятын тұздығымызды дайындаймыз. 1 қасықтай соя тұздығы, одан кейін оған кішкене 1 қасықтай уксусты қосып, араластырып, осылайша кішкене тұздығын дайындап қойдым. Мінекей табадағы тұрған салатымызды қосатын қоспамызды суытып алып, кішкене сөйтіп осылайша жаңағы салаттың үстіне саламыз, лапшамыздың үстіне. Оның үстіне қиярымызды саламыз. Қиярымызды алдын ала кішкене тұздап қоямыз. Аскөгімізді саламыз. Пиязымызды саламыз, көк пиязымызды. Чесногымыздың қалған жартысын саламыз. Одан кейін мінекей
тұздықтарымызды саламыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр және фунчозаға арналған арнайы тұздықтар, тұз, осы дәмдеуіштердің бәрін жақсылап қосамыз да, жақсылап араластырамыз. Жаңағы алдын ала дайындап қойған тұздығымды, соя тұздығын осылай жақсылап қосып араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып қоямыз. Бұл салатты ыстықтай да жеуге болады, немесе кішкене мұздатып жеуге де болады. Біраз мұздатып жеген кезде барлық дәмдеуіштері бойына сіңіп, салатымыз өте дәмді болып шығады. Осылай дайын болғаннан кейін салатымызды 1-2 сағатқа холодильникке салып қойып қоямыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Дәмі де өте керемет. Шай ішкенге таптырмайтын салаттың түрі. Үйдегілердің барлығы бұл салатты өте жақсы көреді. Бір шай ішкеннен салатты қалдырмайды. Егер де сіздерге бүгінгі менің осы жасаған салатым ұнаған болса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте жеңіл әрі оңай жасалады. Әрі өзі өте дәмді. Дастарханға қояр кезде осылай бетіне себелеп, осылай әдемі етіп қойып қойсаңыздар болады дастарханға. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.